Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Белгі Арунаның қолында. Қандай белгі? Сұлу емес, сүйген сұлу. Балауса ханым, мен ортаға пікірім бар еді. Қош келдіңіз, Тәуіржан. Кішкене қарайып қапсыз. Заринаны мен айтам да, негізі. Білмеймін, мен баяғы Заринаны әлі көре алмаймын қазір. Шынымен де, қазір Зарина бір активная емес, бір шаршаңқы, бір ешқандай бір таныстыққа да бір желаниесі жоқ Заринаны көремін да. Бірақтан да енді Тәуіржанмен екеуінің таныстығында енді Зарина ондай болды деп айта алмаймын, конечно. Басында Зарина қандай жүзінен күлкісі кетпей, солай отыратын Зарина, қазір ондай Зарина жоқ. Білмейміз не екен, біз эфирге дейінге дайындықта да көреміз Заринаны, қазір де көріп отырамыз. Пікірге де онша қосыла бермейді. Білмеймін, жобадан шаршады ма, мүмкін Зарина Тәуіржанмен таныстықтан шаршады ма, бір қажытып жіберген Заринаны көреміз да біз. Соның бір себебін бізге ашып айтсаң, немесе осы бір отношениені бір таныстықты бітірмеуге бір кішкене бір нәрсе ұстап тұрма сені, немесе жалғастырайын десең, не нәрсе саған түрткі болады, соны бір ашып айтсаң. Иә, шынымен де негізі сондай бір өзгерістер болып тұр. Келгеннен басталды. Білмеймін, бірден мен өзгеремін деген ой болған жоқ, Балауса ханым. Бірден ішімде сондай бір тыныштық пайда болды да. Еш нәрсеге асыққым да келмейді, еш нәрсемен бір уақытпен жарысқым да келмейді. Біреуге бірдеңкені дәлелдеп көрсеткім де келмейді, айтқым да келмейді, түсіндіргім де келмейді. Бір қалыпқа түсіп қалдым, сондай болып қалды. Мүмкін осы нәрсенің де нүктесі жақындап келе жатқанын сездім ба, сол әсер ететін шығар. Енді қанша дегенмен күліп жүруге тырыссаң да, бар ғой енді бұдан ары қарай мен ойлаймын жалғастыра беретін болсам, мен өз жүрегімді өзім ауыртатын сияқтымын да. Мен сол нәрсені мүмкін сездім да, қазірден дұрыс шешім қабылдау керек деген сияқты ой келді мүмкін маған. Тәуіржан, не дейсіз? Өз жүрегімді өзім ауыртатын сияқтымын, жалғастырсам дегенге қалай ойлайсыз? Бауыр басып қалам деген сөз бе? Енді ол өзінің ойы ғой. Сіздің ойыңыз қандай? Енді мен просто как будто типа Заринаны мүмкін ақтай алмаймын деп қорқамын, короче. И мен последнее время типа өзім мысалы былай болатын, менің өмірімде адамдар в основном маған подстраиваться ететін, потому что менің өзімнің закондарым бар, өзімнің қағидаларым бар, и соларға сәйкестеніп адамдар сондай болуға тырысатын в основном. И мен өмірімде бірінші рет деп айттым, бірінші рет хижабтағы қызбен сөйлесіп жүрмін деп айттым, таныста болған кезде. И менде бұл жағынан опытный болмадым да, и мен как будто жақсы болуға тырыстым, короче. И менде андай момент болды да, как будто менде қағида бойынша быть, а не казаться деген сөз бар. Менің миымда постоянно тұрады, типа өзіңді типа мен андаймын деп көрсеткім келмейді да. Мен наоборот осы моментте болғым келеді, и қалай бар солай жеткізгім келеді любой нәрсені. И мына жерде мен сол нәрсеге короче, мен наоборот, как будто подстраиваться етіп жатқан сияқты болып тұрмын да. Өзіңізді мінсіз көрсетуге тырысып кеттіңіз ба? Мінсіз деп айта алмаймын енді, как будто мен өзімді ондай адам болмасам да, сондай қылып көрсете бастаған сияқтымын, короче. И оны Зарина, мен ойлаймын, прекрасно біледі деп. Бірақ мен айта алмаймын, что мен өте жаман адаммын деп. Или өте жақсымын деп те айта алмаймын. Бірақ сол нәрсеге Зарина сізді үйретіп жатыр деп ойламайсыз ба? Жоқ, үйретіп жатыр емес. Енді все-таки қасындағы адам бәрібір саған влиять етеді екен. Енді өмірде де, клубта да, жұмыста да қасында мысалы успешный адамдар болса, сен де успешный болуға тырысасың деген сияқты әңгіме ғой. Ал именно қызбен таныстықта мен жақсы болуға тырысып жатқан сияқтымын да, короче, максимально. Бірақ мен өзіме қараймын да, мен негізі ондай емеспін ғой деген сияқты, короче. Мысалы даже Заринамен бір-екі видеолар түсірдік. И ол типа Зарина осындай видео түсірейік деген кезде мен давай дедім да, мысалы. Негізі мен ондай видео қатты түсіргім келмейді, мысалы. Бірақ мен тоже соған қарай типа көңілін қалдырғым да келмейді, бір жағынан мен ондай түсіргім де келмейді, бірақ түсіріп жатырмық та, короче, сондай нәрсені. Сосын мен өзімді ойлаймын да, типа как будто мен подстраиваться ете бастадым да. Сіз Зарина үшін өзгеріп жатсыз. Солай болып, бірақ дәл сол нәрсе сізге ұнап тұрған жоқ. Сіз өзгергіңіз келмейді. Мен түсінбей жатырмын да, короче, типа почему? Типа өмір бақи мен осылай жүремін да. И кейін мысалы, если бұйырса вдруг жұп болып қайтып жүріп бара жатсақ, например, и мен қайтадан бұрынғы кезең болса, сонда осының бәрі притворство бола ма деген сияқты әңгіме ғой, короче. Типа как будто мен ондай адам емес едім ғой, бірақ сондай адамға өзімді көрсетемін да. Мен не үшін жүремін деген сияқты әңгіме ғой, короче. И оны да Зарина түсінеді да. Бірақ кеше де жүрген кезде там күліп, там күшті жүре бере аламыз да. Бірақ в моменте именно осындай тақырыпқа келген кезде былайша айтқанда, орысша айтқанда мен очковать етемін, короче. Почему-то. Потому что бір неуверенность па, короче, или мен өзім ондай адам емеспін ғой, мен неге ондай болып жатырмын деген сұрақ қой, короче. Мен сізді қыспаймын ғой. Жоқ, ол қысқанда емес қой. Мен қасында еркін ойнап күліп жүресіз, ой прикол айтасыз, кез келген сөзді айтасыз. Мен сіздің даже мына прикол маған ұнамай қалды деген сияқтының өзін мен жеңіл күліп айта саламын да. Мен вообще қыспаймын ғой сізге, ештеңе бір мәселе мен қысады деп айтқан жоқпын ғой. Зарина, олай емес сияқты. Сіз былай сияқты, менің ойымша, Тәуіржан, сіздің өмір сүру образыңыз бар, иә? Сіздің ойыңызға кіретін контент бар мысалы да. Дәл сол нәрсенің барлығына ол бірге сізбен ілесемін деп өзін жоғалтып алудан қорқатын сияқты, менің түсінгенім. Сіз және айтып жатсыз ғой, мен өзімді мен ондай емеспін, бірақ неге мен сондай етіп көрсетемін? Мен тіпті керемет мінсіз адам сияқты өзімді көрсеткім келмейді. Мен бір өзімді алдаған сияқты боламын ғой деп тұрсыз. Хорошо, көрсеткеннің өзінде. Кейін мысалы болашақта мен сосын қайтадан өзімнің может шын бетпенем қайтадан келіп жатқан кезде ол кезде сондай әңгіме келеді ғой, сен типа ондай емессің деген сияқты да, короче. Поэтому мен ойлаймын, мен осы нәрсені көп зерттедім. И мен енді өзімде кішкене ақыл сұрайтын адамдарым бар ғой, үй сұрадым. Сөйтсем өте керек емес деді. Потому что бүйтті, менде күйеуім деді, мен бір сестрам бар, менде күйеуім басында өзін сөйтіп көрсетті дейді да. И сосын соңынан кейін уже үйленгеннен кейін, например, жұп болғаннан кейін, біраз уақыттан кейін енді шын бет бейнесін көре бастаған кезде, в общем, мен осыған байға тидім ба деген, короче. Сондай нәрсе болыпты, короче. А Заринамен мен жүрек те білейін нәрсеге айтуға қорқамын, потому что Зарина маған айтты, мен если жүретін болса, мен до конца бару керекпін деген сияқты. И мен түсінемін, біз де адамбыз, біз де ошибаться етеміз. И сол нәрсе менің миымда қалды да, короче. И мен не могу просто типа жүрейік, жұп болайық деген. Тәуіржан, бірақ махаббаттағы мәселені адам өзі ғана шешеді. Сіз қазір тек қана ақылға салып, біреудің берген кеңесіне салып шешім қабылдай алмайсыз. Сіз жартылай жүрегіңізді тыңдаңыз. 50% тыңдауыңыз қажет, содан кейін барып шешім табасыз. Ал менің ойымша сіздің айтылып тұрған әңгімеңіздің барлығы ақылдың әңгімесі сияқты болып тұр.
иә балауса ханым, мен сұрақ қоя кетсем болады ма? Жалпы пікірімді айта кетсем, жалпы мен ойлаймын да, жаңа Таужан айтып жатыр ғой, подстраиваться еткім келмейді деген сияқты. Бұл жерде мен ойлаймын да, қатты бір алып ұшып тұрған махаббат жоқ па деп ше. Егер де біз бірімізді адамдар жақсы көретін болса, бір-біріне подстраиваться етеді, себебі олар бір-бірін жақсы көреді деген сияқты да. Менің енді жеке ойым. Мен ойлаймын, екеуі екі жаққа кетіп, ол нәрсе дұрыс болды ма деп, екеуіне де ойлануға бір уақыт деген сияқты. Өздерінің бір ойларын бір жинақтап келу, ол екі жаққа да дұрыс болды ма деп ойлаймын. Енді әрине ар жағында не болатынын білмейміз ғой, бірақ Таужандан бір қатты бір нұр көріп тұрған жоқпыз да, бастапқыда, и Заринадан да көріп тұрған жоқпыз. Сондықтан енді, конечно, өздеріңіздің шешімдеріңіз, бірақ Зарина мысалы айтқым келеді, бұл таныстық меніңше бір жалғаспайтын сияқты болып көрінеді маған. Негізі балауса ханым есіме түсіп отыр да, менің де сондай кездерім болған екен. Мысалы комментарийда қазір біртүрлі әңгімелер айтады ғой деген сияқты видеолар түсірген кездеріміз болған. Ладно деп мен де көне салған кездерім, мен де көнген кездер, бірақ ол бізге неудобно болып тұр да. Бірақ мен айтпаймын Таужан жаман бала деп, мен 3 ай ішінде танып үлгердім деп айта аламын. Мен негізі ертең ол үйленсе де, мысалы әйеліне өте жақсы жар болатынына, балаларына жақсы әке болатынына мен сенімдімін. Кез келген қызға үйленсе де Таужан сондай бір бәрі күткен бір жаман нәрсе күтіп жатса, керісінше бұл жақсы нәтиже беретініне мен сенемін. Мен болмаса да мен оның барлығына жақсы адам екеніне сенемін. Бірақ жаңағыдай екеуміз бір-бірімізге солай иілгіміз келмейді. Оған неудобно, маған неудобно, ішімізде сұрақтар көп қалып кетеді. Керісінше болу керек қой, сен ол адамның алдында еркін ұстау керексің өзіңді, тіпті бір қылығым ұнамай қала ма деп ойламау керексің да, жақсы көретін адамың болса. Мен сол нәрсені құптайды екенмін. Махаббат үшін күресуге болады, бірақ ессіз ғашық болып емес та балауса ханым. Есті болып, есіңмен, ақылыңмен өлшеп, таразылап, мына жерде дұрыс емес деп осылай барлығын айтып жатқанына көп рахмет. Мен де түсініп жатырмын қай моментте қалай болғандары. Енді бір ол кезде екеуміз де эмоцияда жүрдік қой, көп нәрсені елемеген шығармыз. Жаңа Аягөз айтпақшы, ара қашықтық, уақыттың арадағы 2 аптадай уақыт бізге көп нәрсені түсіндірген сияқты. Балауса ханым, демек сөзіңізге қарасақ, Зарина, таныстық тоқтай ма? Тоқтайтындай әңгіме айтып отырсыз. Иә, енді мен Таужан қинап салмаймын ғой. Таужан тоқтатамын деп отырған жоқ қой сізге. Ол уже балауса ханыммен 2-3 рет әңгімесінен түсіндім және таныдым деп отырмын ғой. Оған бұл нәрсе керек емес, бұл үшін күрескісі келмейді және жүрегі қаламай тұр. Зарина, сіз қазір жауапкершілікті Таужанға ысырмаңыз. Таужан өзіне жауап берсін, сіз өзіңізге жауап беріңіз. Нақты сіз бе қаламай тұрған бұл таныстықты? Әлде екеуіңіз бе? Бірақ сіз бұл кісіге жауап бермеңіз. Екеуміз де деп айтайын онда. Жоқ, балауса ханым. Сіз тоқтатқыңыз келіп тұр, бірақ қимайсыз. Қимайсың болғанда енді. Себебі мен сіздің жаңағы жүрегімді одан әрі жаралап алам ба деп қорқамын деген сөзіңізде тоқтап қалдым, мен түсіне алмадым. Қай уақытта қорқады адам? Бір бауыр басу бар да, бәлкім сезім бар да дегендей, және адам нақты тоқтатқысы келсе, таныстық тоқтайды, мен өзіме керектіні таппадым деген сияқты, менің адамым емес деген сияқты әңгіме айтылады. Ал сіздің тарапыңыздан сіз бәрібір де ол қаламайды, мен оны қинамаймын деген сөздер шығып жатыр. Таужан, мен айтамын. сіз Зарина сізбен қоштасып жатыр. Және өзіңіз естіп тұрғандай, мен нақты қаламаймын деген әңгімеден бұрын оған керек емес сияқты деген әңгімелер сізге қарай иіліп жатыр, сізге қарай бағытталып жатыр. Сіз осы сұрағыңызбен типа кім инициатор екенін білгіңіз келіп тұр ма? Типа кім осы нәрсе ойына келді деген сияқты сұрақ па сізде? Мен сіздікін сұрайыншы бірінші. Сізде қандай сезім, сізде қандай ой? Заринаныкін түсінгендей болдық. Мен де онда Заринамен келісемін онда. Екеуіңіз де жауапкершілікті байқап отырған шығарсыздар, бір-бірлеріңізге ысырып отырсыздар. Зарина шешім қабылдап, сіз Заринаға иілгендей болдыңыз соңында, ал Зарина шешім шығарды себебі сіздің әрекетіңізден, сіздің жаңағыдай ойларыңыздан Зарина шешім шығарды, ал сіз Заринаның жауабына байланысты шешім шығардыңыз. Неге? Әркім өзіне жауап бермейді. Білмеймін, қиын болып тұр. Немесе екеуіңізде де іште ой бар, бір-бірлеріңізге бір ерегесу ма, бір әңгіме бар. Немесе керісінше, екеуіңізде де қызығушылық жоқ, жауапкершілікті бір-бірлеріңізге ысырып тұрсыздар. Балауса ханым, былай ғой, енді мен бұндай таныстықта жүрген адамдарды көрмеппін. Шынымен айтайын. Мен Таужанды тек жақсы жағынан таныдым, жаңа айтып өткенімдей. Дәл менің тарапыма осындай уважение көрсеткен, қорғай алған, сөзінде соңына дейін тұрған, жамандамаған болған шығар енді. Мазақтап күлген кездері, оның барлығын сырып тастаған кезде прям 99%-ға маған тек қана жақсылық еткен адам да. Сол үшін мен ол адамнан ешқандай жамандыққа қия алмаймын. И осылай болу керек. Ол осылай болу керек, соңы нүктесі осылай болу керек. Ары қарай жалғаса беретін болса, мен бұл адамға деген көзқарасым мүлде басқаша болып кетуі мүмкін да. Жақсы адам. Мүмкін екеум айта алмаймын, мен Таужан үшін жауап бермей ақ қояйын. Менде болған шығар, үйреніп қалу, күнделікті эфирден шыққаннан кейін бірге мына жаққа барамыз, тамақтанамыз. Достарының өзіне мен үйреніп қалғам. Тіпті кейде айтамын ғой, оларға айтқам, мысалы Меккеден келген кезде күтіп ала салыңыздаршы мені, мен достарым жоқ бұл жақта күтіп алады деген сияқты. Бірақ келген кезде сондай бір момент болды, көзім ашылды да, осознание болды, что мен шынымен тек жақсы дос бола аламыз бұл кісілермен болды. Ол адамдар да жақсы адамдар, бұл жақта болмай қалды, бұл қалада ол кісілер де, Таужан да басқа жақта болды. Бірақ жарайды деп содан өзім солай шешім қабылдадым. Бір сәтте ойладым, осылай болу керек. Не сәт болды? Қандай сәт бәрін өзгерткен? Қай сәтте түсіндіңіз оны? Меккеде жүрген кезде болды. Сұрадым, іштей тіледім, маған қайырлы адам болса жақында деген сияқты. Бірден балауса ханым ойыма мындай ойлар келді. Ол адам егер сені қаласа, мынандай жасар еді. Ол адам егер маған ондай ойлар келмепті ше, бұрын тек ақтап алады беретін едім. Ол адам сен үшін тырысса былай жасайтын еді. И көз алдыма кәдімгідей бірнеше адамдарды тіпті мен сторисқа да салдым ғой.
бір жігіттер болды мысалы Зарина жесеңізші деп, енді олар андай біздің тикток аккаунтымызды, инстаграм аккаунтымызды көріп блогер деп солай не істейді екен да, анда ас үстімізге түсіп ауырып қалдым десек андай бөлмемізге дейін тамақтар жіберіп, енді солай құрметтейді екен да олар қонақтарын. И маған кәдімгідей құдай көрсетіп жатыр да, қара сен үшін тіпті әшейін уақытша 2-3 күндік қана таныс болатын адамдар осындай қызмет жасап жатыр, сені уайымдап жатыр, ал сен уайымдап жүрген, сен қорғап жүрген адам не істеп жүр деген сияқты ше. Оған бәрібір ғой, тіпті сен мен ауырып жазылып болғаннан кейін жазды да, сен ауырып жатсың ба деген сияқты. Мен иә дедім, болды, не деймін басқа. Вот сондай моменттер болды. Білмеймін, көзімді құдай аша берді, келдім, тағы да ашылды. Сонымен осы жаққа шығып мен бір күтіп отқан адам болғым келмейді деп айттым ғой енді. Ондай нәрсені қаламаймын. Просто кез келген қыз баласы ойлаймын осындай бір моменттерде ешкіммен таласпай ақ, просто жақсы көрінбей ақ, қалай болса солай өзін көрсеткісі келеді. Кейде бір ата-анамыз әбден мақтады ғой, бізді әбден қолдады осы уақытқа дейін. Бірақ болады сенде сондай момент, бір ер азаматынан сондай күтесің да, қасында жүрген адамнан, ол достан да күтіп қаласың кейде. Сен ештеңке демей ақ қой, ақталмай ақ та қой. Мен сенімен мақтанамын, я горжусь тобой жаным деп айтатын адам болса да жанында, ондай момент жоқ та менде. Мен всегда өзімді көтеремін, өзімді алып жүремін, сынбаймын, ұйықтап тұрамын да, өмір жаңадан маған бүгін берілген мүмкіндік деймін да, қайтадан шауып кете беремін, ешкімнен ештеңе күтпеймін. Осы күтпегенім мен түбіме жете ма деймін да бір күні. Бір қыздардың кейде меркантильная болғаны дұрыс па деп ойлаймын да, айқай шу шығарып, сен неге былай істемейсің, былай жасамайсың деген сияқты. Солай істеу керек пе кезінде деп. Бірақ енді мен табиғатым осындай Балауса ханым. Табиғатым осындай, адамды тыңдаймын да, бұның да өзінің ойы бар ғой, өзінің ішіндегі бір сұрақтар бар, тәужан проблемалар бар. Солай ойлаймын да, лучше нүктесі осы бола салсын деймін. Менде де болды, қандай сыйлықтар болды, осындай үлкен гүл шоқтары, әр келгенде ерекше сыйлықтар сыйлады, жұлдызға дейін сыйлады деген сияқты ойлар болды. Бірақ оның барлығы соңы шынайы, серьезный қадамдарға бармаса, білмеймін, ол нәрсені сылтауратып жалғастырудың керек жоқ деп ойлаймын. Толық түсінген сияқтымыз сізді. Тәужан, не дейсіз? Енді Зарина өте күшті адам. Маған өте күшті, енді әр адам өмірде опыт қой, и жақсы жағынан опыт сыйлады. Мен өзімді басқа жағынан көре бастадым. В общем, адамды өзгерте алатын адам екен негізі. Просто мен өзімнің миымдағы бір настройкаларым дұрыс болмады ма, мен до конца өзгере алмадым, былайша айтқанда. Бірақ просто мен подстраиваться еткім келмеді, былайша айтқанда. Білмеймін, андай сөйлеу қиын болып тұр что-то. Байқадым, көзіңізге де жас толып қалған сияқты. Көзіме бір нәрсе түсіп кеткен сияқты. Жақсы, солай болсын. Екі көзіме. Бұл да бір қимастық па? Менде все-таки привязанность болады ғой. Мен де мысалы ақымақ емеспін ғой. Бәрі ойлайды, типа мен хайп істеп жүр, анау істеп жүр. Сөйтіп бүйтіп қарап тұрсам, біз даже Зарина екеуміз, типа ешқандай бір контент те ойлап бүйтпеппіз да. Чисто екеуміз келе жүрдік арасында, бір жаққа барып жүрдік. И бізге сол время провождение қызық болып жүрген кезде ғана бір арасында түсіріп жүрдік, ол контент дейтіндей күнде бір нәрсе істеп, типа ондай нәрсе істеген жоқпыз. Бізде, в общем, тез өтіп кетті ғой осы уақыттың бәрі. И на самом деле андай уақыт күшті өтсе, ол тез өтеді ғой. Ал бір нәрсені күтіп, ұзақ ұнамайтын уақыт болса, ол наоборот өтпей кетеді. И даже үш ай болды деп жатыр ғой, мен мына жерде отырмын, мә уже үш ай болған ба деп отырмын да, короче. Сол. Мен де мына жерге келіп жексұрын болып, не жүреді, не жүрмейді деп сөйтіп жүре бергім келмейді негізі былайша айтқанда. Мен ана жолда айтқан тұғым. Соңғы келесі эфирда мен айтамын қандай жауап айтатынымды деген сияқты. И кеттім. Бірақ мен өзі ойлаған жоқпын, что ол ұзақ уақыт болып кетеді деген сияқты, короче. Сондай. Негізі, в общем, мен білмеймін, андай сөздерім миымда бүйтіп әртүрлі айналып жатыр, короче, бүйтіп қайсысы түсіп жатыр, соны айтып жатқан сияқты, андай дұрыс сөйлей алмай тұрмын, короче, білмеймін. Түсіндіре алмай тұрмын ба өз ойымды. Сондай. бірақ сонау шетелден таныстықты жауапкершілікпен келіп, Заринаны сөзге қалдырмайын, келейін, басталса да, нүктесі болса да, қалдырып кетпеймін деп жауапкершілік алғаныңызға риза болып отырмын. Негізі былай болған. Негізі мен сол жақта тағы біраз жүру керек тұғым. Менің сол жерде енді мен көп нәрсені сала бермеймін ғой, негізі бәрі ойлайды тек қана мен типа қыдырады, там еще чего-то деген сияқты. Но мен на самом деле соны көрсетемін, потому что бізде типа менің аудиториям сондай үйреніп қалған ғой, короче, былайша айтқанда. И бірақ енді Заринаның да фан аккаунттары бар, и олар любой нәрседен мелочь іздеп, андай тиісіп, типа ан көрдің ба, сен келе жүрсің, сравнение да, типа мен Таиландта бір қыз бетін сүйгізіп жатыр деген сияқты әңгімелер келіп жатыр. Сосын мен бүйтіп ойлаймын да, типа на самом деле все же не так. Мысалы мен ана қызды сүйдіргім де келген жоқ, а оны салмайын десем, потому что ар жақта біреу мені түсіріп алды. Мен көрдім, ал қыздың бойы мынандай тұғын да, и мен еңкейіп аудио деген кезде мен сүйіп алды, короче. Мен соны салмасам, басқа біреу салған кезде, типа сол тарайтын еді да. Мен ойладым, лучше мен өзім салғам дұрыс, типа и так вот это же было деген сияқты. И сол нәрсенің бәрін, и видеоға кетті сравнение, короче. Типа Зарина Меккеде жүр, мен Таиландта қыдырып жүрмін, ал на самом деле мен қыдырамын, но мен күнде қыдырмаймын, короче. Ол как бізде контент ретінде болғаннан кейін адамдар түсінбейді. Бірақ менде келісімшарт бойынша мен үш елге барып, мен бір ай болу керек тұғым. Сосын мен бір билет алдым да. В общем, негізі мен бір айдан кейінге билет алып қойған тұғым маған заранее. И мен билетті алып, үш елді аралап барып сөйтіп осы жаққа келдім. Кеше негізі келу керек болған тұғым. Просто кеше билетте мен типа аэропортта 19 сағат күтіп отыратын едім. Сол үшін мен келесі күнге и то үш ел арқылы келдім, короче. Осы эфирге келу үшін. Түсінгенім. И жол бойынша ойлап келдім, что Зарина маған да бір кішкентай не берген тұғым. Короче, кішкентай открывашка сияқты, короче, ашсам ішінде типа Заринаның чисто фотолары, короче. Сосын бүйтіп қарап отырдым самолетта. Мен кішкентай сумкам бар, ішіне паспорт салған, өйтіп қарап отырмын да. Типа мен натуре осы қызды қалайын ба деген сияқты мен өзім ішкі ойларыммен бірге таласып, бірақ ты же не такой деген сияқты да. Типа соответствовать етпей тұрсың ғой деген сияқты ішіндегі там какой-то енді ішіндегі нәрселерді қалай айтсам екен. Соның бәрін бүйтіп ойладым да.
тәужан мен сізге негізі оны айтып едім ғой, мүлде алып жүрмеңіз, бір жерге қойып қойыңыз, естелік болсын мен просто с собой алып жүргенмін ғой. просто маған лайық болуға, мен сізге лайық болуға негізі тырысудың керегі жоқ. Егер біз лайық болмасақ, тағдыр мүлде бізді таныстырмас еді, жолықтырмас еді. Осы қосылайық жобасында осы жерде отырғызып, екеумізге осыншама мүмкіндік бермес еді деп ойлаймын. Зарина, Гүлжан, ойларыңызды жинақтап алыңыздар. Себебі сіздердің сөздеріңізден, сіздердің көздеріңізден, көздегі жастан тіпті бізде шатасып отырмыз, түсіне алмай отырмыз. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін сіздердің нақты таныстық жалғаса ма жоқ па жауабын білемін.